Hayırlı gün. Bugün sambuza dayındaymiz. Nanımızды жұмсақ етіп илеп аламыз. Одан кейін тынғанша 10-15 минут бетін жауып қойып қоямыз. Пиязымызды 4 бұрыштап тураймыз. Сәбізімізді де 4 бұрыштап ұсағырақ қылып тураймыз. Ендігі кезекте етімізді де осылай 4 бұрыштап тураймыз. Енді табамызға кішкене май құйып, күрішімізді пісіретін боламыз. Мен жарты стакан күріш алдым. Күрішімізді жақсылап жуып, су құйып пісіріп қоямыз. Енді табамызға майымызды құйып, жаңағы туралған заттарымыздың бәрін қуыратын боламыз. Етімізді салып, шамамен 10-15 минут қуырамыз. Қуырылып болған соң кішкене су құйып, 15 минуттай бұқтырып алсаңыздар болады. Үстіне жаңағы пісірген күрішімізді саламыз. Алмамыз дайын, осылай бір ыдысқа салып аламыз.
Майымызды құйып, екі жағын қуыратын боламыз. Самбузамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын, дайындап көріңіздер. Және менің каналыма лайк қойып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ас болсын.